Пайғамбар мен бай туралы ертегі. Ерте заманда бір елде ит пен мысықтың тілін білетін пайғамбар өмір сүріпті. Оның бай досы болыпты. Бірақ ол ит пен мысықтың тілін білмейді екен. Бір күні пайғамбарға: «Пайғамбар досым, сен ит пен мысықтың тілін білесің ғой, маған да үйретсейші», деп өтініпті. Сонда пайғамбар: «Сен ренжіме, мен олардың тілін үйренсем, өзіңе жаман болады», деп жауап берді. Бірақ бай өтініп қоймаған соң пайғамбар үйретеді. Бір күні киіз үйдің ішінде бай отбасымен ет жеп отырады. Есік алдында ит жатады. Үйіндегілер мысыққа қайта-қайта тамақ береді. Сонда иттің жыны келіп: «Қап, бәлем, тұра тұр, тойып тамағыңды жеп ал, бір күндері қолыма түсерсің», деп мысыққа қарап ырылдап қояды. Сонда мысық айтады: «Мен сенің қолыңа түспеймін, мяу, жылы жерде пырылдап ұйықтаймын, маған рахат, ал сен болсаң далада қой соңында сүмеңдеп жүресің, мяу». Мұны естіген үй иесі өзінің кемірген сүйегін итке лақтырады. Мысық байдың бұл ісіне мәз болып: «Саған сол сүйек саяқты жарайды, мяу», деп итті мазақ етеді. «Сенің түк пайдаң жоқ, жата бересің, ал мен болсам далада қой күзетемін, қап, қолыма түсерсің», деп ит одан сайын ызаланады. Келесі күні мысық киіз үйдің шаңырағында секеңдеп жүріп, иттің қолына қалай түскенін білмей қалады. «Қолыма түстің бе? Сені осы жерде өлтірейін енді», дейді ит. «Итеке, сіз менен үлкенсіз, сізге мен бұдан былай сіз деп сөйлеймін. Сіз менің ағайымсыз ғой. Мен бірдеңе ойлап таптым. Ертең осы үйдің бір аты өледі. Сол аттың өлексесіне екеуміз әбден тоямыз. Ертең осы кезде мына жерде болыңыз, ал мені қазір қоя беріңіз», деп мысық жалына бастайды. Бұлардың сөздерін естіген бай атын базарға барып сатып жібереді. Мысық тағы бір күні далада секеңдеп ойнап жүріп, иттің қолына түседі. «Сен мені өткен жолы алдап кеттің», деп ит мысықты қылқындыра бастайды. «Ағатай, мені босатыңызшы, ертең байдың атан түйесі өледі. Сонда екеуміз де етке қарық боламыз», деп мысық тағы жалыныпты. «Жарайды, бұл сөзіңе де сенейін», деп ит оны тағы босатады. Мұны естіген бай атан түйесін де сатып жібереді. Мысық ойнап жүріп иттің қолына үшінші рет түседі. «Сен мені тағы да алдадың ғой», дейді ит оған тап беріп. «Кешіріңіз, мен сізді алдаған жоқпын. Бай мен атаған малдарын сатып жіберді. Ертең байдың өзі өледі. Бай өлген соң қазандағы етті айдалаға тастайды. Соған екеуміз тоямыз», дейді мысық. Бұл сөзді естіген бай өзінің досы пайғамбарға келеді де мысықтан естігенін айтып болып: «Енді не істемекпін?» дейді. «Өлетіп болдым ғой. Алдында мен саған айтып едім ғой. Олардың тілін білсең, жаманшылыққа ұшырайсың деп. Енді Құдайға құлшылығыңды жасап, үй ішіңе айтып, өлімге дайындала бер», дейді пайғамбар. Бай үйіне барып, бәрімен қоштасады. Келесі жұмада мысықтың айтқаны келіп, бай өледі. Байдың бәйбішесі мен тоқалы дүниеге таласады. Сол жерде ұрыс басталады. Ит пен мысықтың ауыздары майланып, иесіз қалған қазандағы етке тояды. Ертегінің соңы.